сәлеметсіздер ме? Баршаңызға. Мен доктор Жасмин Рат, Аполло ауруханасында Jubilee Hills, Хайдарабад, акушер-гинеколог және лапароскопиялық хирург аға кеңесшімін. Бүгін біз емшек сүтін қалай тоқтатуға болады, соның әдістері туралы сөйлесеміз. Барлығыңыз білетіндей, емшек сүті нәрестелер үшін, жаңа туған сәбилер үшін өте маңызды. Анасы баласын 2 жасқа дейінді еміз алады. Бірақ 1 жыл емізгеннен кейін бұл міндетті емес. Сондықтан мен сіздерге емшек сүтін қалай тоқтатуға болатынын көрсететін бірнеше әдістерді айтамын. Біріншісі табиғи әдіс. Егер емізуді біртіндеп тоқтатсаңыз, сүт те біртіндеп азаяды. Бұл табиғи әдіс. Басқа әдістерге келсек, мысалы, суық компресс қоюға, немесе іш киімді қатты киюге болады, сонда сүт біртіндеп азаяды. Медициналық әдістерге келсек, олар капаголин немесе бромокриптин сияқты таблеткалар. Кейде біз ауыз арқылы қабылданатын контрацептивтік таблеткаларды да береміз. Олар емшек сүтін біртіндеп азайтады. Сонымен қолдануға болатын әдістер осылар. Бірақ осы әдістерді қолданбас бұрын, міндетті түрде дәрігеріңізбен немесе медициналық маманмен кеңесіңіз, олар сіздің жағдайыңызға қарай дұрыс бағыт береді. Рахмет.